Сәлем құрметті жан. Каналға тіркеліп, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Джон Кехо «Түйсігіңмен ойлай біл». Аударған Мырзагелді Кемел. Оқыған Перизат Сұлтан. Ішкі дауыстың оянуы. Төменде сізге табиғи түрде және еш қиындықсыз ішкі сезіміңізді оятудың 3 қадамы көрсетілген. Сіз өзіңізді қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап таба аласыз. Бірінші қадам. Бірнеше минут бойы расында да мықты түйсікке ие екеніңізді, дұрыс жауаптар мен шешімдердің бар екені жайлы және сіздің түйсігіңіз оларды тауып алатыны жайлы ойлаңыз. Осы фактілерді қисындық түсінуден сезіммен қабылдауға өтіңіз. Бұл жүзеге асқан соң сіз қуанышты толқу сезімін сезінесіз. Түйсік сияқты мықты көмекші күштің бар екені жайлы әрдайым сананың есіне түсіріп отыру керек. Сіз өзіңізде жасырынған күшті түсініп, сенімді болуыңыз керек. Екінші қадам. Өзіңіздің түйсігіңізден нақты нені қалайтыныңызды қалыптастырыңыз. Қандай шешімдер, жауаптар және проблемаға қандай көзқарасты алғыңыз келеді? Бірнеше рет ішіңізден қайталаңыз. Осы уақытта сіздің түйсігіңіз сізге жұмыс жасайды. Мүмкін болатын жауаптарды елестетемін деп қобалжымаңыз. Өзіңіздің түйсігіңізбен еркін сөйлесіңіз. Одан нені қалайсыз, соны қайта-қайта қайталаңыз. Бірақ сөйлеміңізді түйсік сізге жұмыс жасап жатқандай етіп құрастырыңыз. Қазір менің түйсігім маған жәрдемдесіп жатыр. Мұны ішіңізден бірнеше рет қайталаңыз, кем дегенде 10 рет, себебі процестің басталғанын сезіну керек. Үшінші қадам. Өзіңізді еркін ұстаңыз. Сізге дұрыс шешім ашылады деп миыңызды сенімділікке толтырыңыз. Есіңізде ұстаңыз. Сенім мен өз-өзіне сенімді болу бұл тек қана сезімдер емес, сонымен қатар энергияның ауытқуы. Бұл ауытқу дұрыс шешімдер мен жауапты магнит металды тартқандай жақындатады. Мида дұрыс жауап энергиясының ауытқуы болып жатса, ішкі дауыс табиғи жолмен осы дұрыс жауапты табады. Дұрыс жауапты тапқан соң, қандай сезімде болатыныңызды елестетіңіз. Толқу, қуаныш, жеңілдегендік. Осы сезімдерді қазір сезініңіз, бірақ қатты қобалжымаңыз. Күні-түні түйсік сізге дұрыс жауапты тауып береді деп ойлаудың қажеті жоқ. Осы 3 қадамды орындау 5 минуттан көп уақыт алмайды. Оларды күн сайын ұйықтар алдында жасаған жөн. Ұйқыға кетер уақыт түйсікті іске қосудың ең қолайлы уақыты болып саналады. Ақпарат алу. Көп жағдайда сіз күтпеген кезде жауап, ой немесе көрегендік сезімі ретінде сіздің ойыңызда пайда болады. Бұл Стивен Спилберг сияқты автокөлік жүргізу кезінде немесе таңғы ас ішу кезінде пайда болуы да мүмкін. Кей кездері жауап сізге анда бар, мынаны көр, мына кісіге телефон шал, тағы басқа ойларды сыбырлап отыратын ішкі дауыста болуы мүмкін. Көрегендік сезімін ажырата білумен ішкі дауысқа құлақ асу өз уақытымен келеді. Бірақ сіз уақыт өте келе оны пайдалануды үйренесіз. Алғашқыда қолыңыздан келмесе, оған ренжудің қажеті жоқ. Көпшілікке ішкі сезімді ешкім түсіндірген жоқ. Сондықтан да басында қиыншылықтарға тап болсаңыз, оған таң қалмаңыз. Бұл қабілеттілік жаттығулар арқасында күшті бола түсетін бұлшықеттер сияқты. Егер де ішкі сезіміңізге тиісінше мән берсеңіз, оған назар аударсаңыз, сенсеңіз, оның жауаптарына құлақ ассаңыз, сіз ішкі даусыңызды жетілдіресіз. Бірақ ең алдымен оның бар екеніне сеніп, оған құлақ аса бастаңыз.
Сіз құстарды жақсы білетін адаммен орманда серуендеген кезіңіз болды ма? Сіз бір ғана құсты көрген кезде ол 10 құсты көріп үлгереді. Оның көзі үйренген, ол нені іздеп жүргенін біледі. Тұрақты түрдегі тәжірибе нәтижесінде оның есту қабілеті жақсарған. Ішкі дауыспен де солай болады. Ішкі жан дүниеңізде болып жатқан аса мән беріп құлақ асыңыз. Алғашында ішкі дауыстың сізге айтқан ақпаратының көбіне назар аудармауыңыз мүмкін. Бірақ көп уақыт ұзамай оны тыңдауды үйренесіз. Бұл сіз ойлағаннан әлде қайда жеңіл. Сізден талап етілетіні тек қана тәжірибе мен сенім. Көп жағдайда интуитивті адамдар сіздің түсіңізге кіреді. Аты танымал канадалық дәрігер Фредерик Бантинг инсулиннің химиялық құрамын түсінде ашқан. Ұзақ уақыт бойы қолы жете алмай жүрген формуланы ашудың нақты жолдары оның түсіне кірген. Қай қадамнан кейін қай қадамды жасау керектігі. Тігін машинасын алғаш жасаушы Элиас Хоу бірнеше жыл бойы осы жобамен жұмыс жасады. Бірақ өзінің жұмысын мәресіне жеткізу үшін оған бір бөлшек жетпеді. Ол оны ұзақ уақыт бойы жасай алмады. Хоу түсінде жабайы адамдардың оған найза қадап тұрғанын көреді. Әр найзаның шетінде саңлау бар екенін көреді. Хоу иненің шетінде саңлау жасау керек деген сеніммен оянды. Бұл кішкентай ғана бөлшек тігін машинасын жасаудың кілті болды. Түйсік әр уақытта шешімді әр түрлі айтуы мүмкін. Бірақ сіз идеяның сапасы бойынша пайда болған сезім негізінде интуитивті ақпаратты алып жатқаныңызды түсінесіз. Қуаныш өз-өзіңізге сенімділік пен сізді толқытатын сезімді бастан кешесіз. Міне осы сезімдер сіздің миыңызда пайда болатын өзге ойлардан интуитивті идеяларды ажыратып тұрады. Ішкі дауысқа ашылу. Ішкі дауыстың дамуына белгілі бір қарым-қатынас пен жүріс-тұрыс әсер етеді. Сондықтан да оларды жетілдіру керек. Түйсіктен нені қалайсыз және оған не істеу керектігін жеткізудің бірнеше тәсілі бар. Ішкі дауыстың бар екені жайлы фактіні қабылдап, оның күшіне сеніп, сіз оның жұмыс жасауына алғышарттар жасайсыз. Егер де сіз ішкі дауысты күнделікті өмірдің құраушысы және пайдалысы ретінде ойласаңыз, онда ол өзін көрсетеді. Сонымен қатар, мен бұл мәселені ешқашан шешпеймін немесе мен бұл сұрақтың жауабын ешқашан таба алмаймын деген ойлар ішкі дауысқа жұмыс жасамай-ақ қой деген сигнал береді. Сіз жай ғана жауапқа емес, ең дұрыс жауапқа лайықсыз деген сенімде болыңыз. Позитивті ойласаңыз, онда ішкі дауысты позитивті жұмыс жасауға бағыттайсыз. Ұялмаңыз. Түйсігіңізге батыл түрде оның ақылдылығы мен білімі сізге бағыт-бағдар беретінін айтыңыз. Мен өзімнің досыммен сөйлесіп жатқандай, түнгі уақытта түйсігіммен сөйлесемін. Мен оған бір уақытта оны өзіме де айтамын. Оның күшті әрі абсолютті білімге қолы жететінін айтамын. Мен оған менің қандай тілегімді орындау керектігі туралы сенімді түрде айтамын. Содан кейін бәрі